Сәлем достар, бүгін шашпа макарон, вермишель палау дайындаймыз. Бізге керек заттар видеода көрсетілген, мұқият қараңыздар. Сәбіз, картоп, пияз, томат пастасы және май. Қазанға май қойып, вермишельді қызарғанша қуырып аламыз. Араластырып тұрғаныңыз жөн, әйтпесе вермишельдеріңіз күйіп кетуі мүмкін. Piyaz, сәбізді салымқылап тураймыз. Картопты орташа 4 бөлікке етіп тураймыз. Қазанға май құйып, пиязды 3-4 минут қуырып аламыз. Piyazды қуырып, сәбіз, томат пастасына қосып, 5-6 минут қуырамыз. Piyaz ve sәбізді қуырып алып, картоп қосып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер қосамыз. Мен универсал приправасын қостым. Мөлшеріне қарай су құйып, қақпағын жауып 15 минут тындырып қоямыз. Баяу отта тындырамыз. Тынып қайнағанда вермишельді салып, су құйып, қақпағын жауып, 20 минут баяу отта пісіреміз. Дәміне қарай тұз, дәмдеуіштер қосып, араластырып алып пісіреміз. Негізі бұл тағам палау сияқты дәмделеді. Осымен асымыз дайын.